Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге осылай өте дәмді және де тойымды тамақтың рецептін көрсететін боламын. Бұл тамақты кейбір жерлерде дымляма, кейбір жерлерде бұқтырма деп те атайды. Негізі өзбек халқының ұлттық тағамы деп атайды. Біз қазақтарда өте көп дайындап жатамыз, қыздар. Ең алдымен ыдысқа, қазанымызға осындай майды құямыз, кішкене қыздырамыз. Майды бірден салудың қажеті жоқ. Енді үстіне етті таңдаған кезде, қыздар, мен қойдың етін таңдадым. Негізі жылқы, сиырдың етін жасауға болады. Бірақ мен сіздерге қойдың етінен жасап көруді кеңес берер едім, өйткені қойдың еті өте тез піседі және нәзік болып, дәмін өте әдемі келтіреді. Ең алдымен майлы құйрық май жағын астың жағына төсеп шығамыз да, үстіне сүйектерін салып, ең үстіңгі бетіне кесек еттерін салып шығамыз. Етті салып болғаннан кейін міндетті түрде тұзын, бұрышын салу керек. Мен бұрышты ұнатпаймын, сондықтан тек беткі жағына ғана азырақ саламын. Бұл жерге тек тұз салып шықтым. Одан кейін оны ешқандай қозғамай-ақ үстіне пиязды салатын боламыз. Пиязды да үлкендеу етіп тұраңыздар, өйткені бұл 2 сағат піседі. 2 сағаттың ішінде жоқ болып езіліп кетпеу керек. Үстінен болгар борщын саламыз. Болгар борщы бұл жерде 2 түрін пайдаландым мен, өте әдемі дәм береді. Міндетті түрде қосыңыздар, замороженный түрін қоссаңыздар да болады. Үстінен сәбіз қосамыз. Сәбізді үлкендеу қылып турай берсеңіздер болады. Әдемі осылай формаға келтіріп турадым. Кейіннен ең үстіне картоп саламыз. Картопты үлкендеу болса 2 бөліп, ал кішілеу болса вообще бөлмей барлығын салып жіберуге болады, қыздар. Картоптан кейін үстін тұздап шығатын боламыз. Кейіннен міндетті түрде паприка қосыңыздар. Егер де паприка жоқ болатын болса, тәтті паприка, бұл жерде томат немесе помидор қоссаңыздар болады. Және мен осы роллтың приправасын барлық тамаққа қолданамын, өте жақсы дәм береді, қыздар. Сіздер де қосып көріңіздер. Өздеріңіздің сүйікті приправаларыңыз қоссаңыздар болады. Тұзын, бұрышын барлығын салғаннан кейін бетіне капуста жабатын боламыз. Капустаны дәл осылай барлық жеріне жабу керек. Менде орташа үлкендіктегі капуста болды да, соны 4 бөлікке бөліп барлық жерін жауып шықтым. Капустаны салғаннан кейін бетіне қалаған кез келген шөптерін салсаңыздар болады. Мен ең жақсы көретін шөбім укроп болды. Укроп салдым. Ал сіздер кинза ұнататын болсаңыздар, кинзада салсаңыздар болады. Бетін жауып, ешқандай су құймай, бірінші қатты бір бұрқ еткізіп қайнатып алып, кейіннен астын жай қойып 2 сағат пісіретін боламыз, қыздар. Осындай керемет тамағымыз дайын. Әдемілеп тарелкаға салып, бетіне укроп немесе пияз сеуіп ұсына берсеңіздер болады, қыздар. Қыздар, егер де сіз менің арнама әлі де жазылмаған қонақ болсаңыз, міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар. Менің арнамда оңай әрі тез жасалатын рецептер өте көп болады. Ең бастысы қазақша түсінікті тілмен түсіндіретін боламын. Міндетті түрде жазылып, колокольчикті басып алыңыздар. Видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.